Экономикалық өсім 104,5%. Жамбыл үздік спорттық өңір, облысқа 85 жыл. Таразда 2 аудан құрылды. 2024 жыл аяқталып келеді. Қалай болды, не өзгерді, қандай өсім бар? Ауыз толтырып айтар не болды? Жылды қорытындылайық. Жыл басынан қысқа мерзімді экономикалық өсім 104,5% деңгейінде қалыптасып, өнеркәсіп өнімінің көлемі 0,8%-ға, құрылыс жұмыстары 22,6%-ға, тұрғын үй 3,5%-ға, сауда 2,5%-ға, көлік 13,6%-ға, байланыс 8,8%-ға артыпты. Енді жекелей әр саланың өсіміне тоқталайық. Ауыл шаруашылығы биыл салаға 24,6 миллиард теңге субсидия бөлініп, 14,9 миллиард теңге инвестиция тартылыпты. Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 425,4 миллиард теңгені құраған. Егіс алқаптары 626,7 мың гектар болыпты. Айтпақшы, соңғы жылдары аймақтың брендіне айналған қызылша биыл жоспардан көп жиналды. Бұл шаруалар арасында кішкене қиыншылық тудырып еді. Алайда зауыттармен келіссөздер жүргізу арқылы мәселе шешілді. Біздің болжамымыз бойынша 600 мыңнан астам өнім аламыз. 600 мың тоннадан астам. Сол 600 мың тоннадан астам енді қазір алу науқаны аяқталып келеді. Бірақ оның енді зауыттарға тапсыру мәселесі әрине қазіргі күнде туындап отыр. Болжамды өнімнің 65%-ы зауыттарға бүгінгі күнге өткізілді. Ол Меркі қант зауыты және Ақсу қант зауыты Жетісу облысында орналасқан. Тұрғын үй саясаты да назардан тыс қалып жатқан жоқ. Жыл басынан 577,1 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліпті. Аймақта 3709 пәтерлі 78 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр екен. Бұдан бөлек көп балалы отбасылар мен халықтың әлеуметтік осал топтары үшін 1575 пәтер сатып алынған. Жалпы құрылыс және сатып алу есебінен әлеуметтік осал санаттарындағы 1963 отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 75%-ға артып отыр. Әулиеата жастары жобасы аясында 140 жас отбасы баспанамен қамтылады. Елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша ағымдағы жылы 68 жоба іске асырылуда. Жыл соңына дейін 37 ауылдық елді мекен ауыз сумен қамтамасыз етіліп, сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету деңгейін 98,1%-ға дейін жеткізу. Ал 2025 жылы 100%-ға дейін жеткізу жоспарлануда. Ал газдандыру мәселесі ше? Газдандыру аясында облыста 12 жоба іске асырылады. 3 елді мекен табиғи газбен қосымша қамтамасыз етіліп, газбен жабдықтау деңгейі 91,1%-дан 91,3%-ға дейін жетеді деп жоспарлап отыр. Облыста Еврахим Қаратау Сарысу ауданында автоматты газ тарату станциясының құрылысы жүргізілуде. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту шеңберінде өңірде 36 білім беру нысанының құрылысы жүргізілуде. Бүгінде 13-і іске қосылды. Оның 3-еуі жайлы мектеп жобасы аясында. 9 мектеп және 1 техникалық шығармашылық орталық күрделі жөндеуден өтті. Мектептерді жаңғыртуға 3,1 миллиард теңге бөлінген. Осылайша мемлекет басшысы 3 ауысымды және апатты мектептердің тапшылығын шешу үшін жайлы мектеп жаңалықтық жобасын қабылдауды тапсырды. Болашақ ұрпақтың дені сау, білімді, тәрбиелі, мәдениетті болуына жағдай жасау президентіміздің басты назарында. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатқан жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында облыс бойынша 12 мектеп салу жоспарланды. Одан бөлек президент тапсырмасына сәйкес аймақта шетелдік Ресей химия технология университетінің филиалы ашылды. Ресейлік вуз филиалы Дулати университетінің базасында құрылған. Денсаулық сақтау саласында да атқарылған ілкімді істер көп. Ғимараттар жаңғырды, техникалар алынды, жұмыста жаңашылдықтар қолданылуда. Ендеше сандарды сөйлетейік. Биыл 7,4 миллиард теңгеге 26 денсаулық сақтау нысанының құрылысы жүргізіліп, 23-і пайдалануға беріліпті. Оның ішінде ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы аясында 20 нысан. Бюджет қаражаты есебінен 5 миллиард теңгеге 18 бірлік медициналық диагностикалық техника, 38 санитарлық машина сатып алынды. Нәтижесінде денсаулық сақтау ұйымдарының тозу деңгейі
42,7%-дан 40,3%-ға дейін төмендеп, медициналық жабдықпен жабдықтандыру деңгейі 96,7%-ға жетіпті. Спорт саласына келер болсақ, 2024 Жамбыл үшін жемісті жыл болды. Дзюдошымыз алтыннан алқа тақты, боксшыларымыз топ жарды. Паралимпиада ойыншылары жақсы нәтиже көрсетті. Жамбыл үздік спорттық өңір атанды. Жекелей айталық. Жыл жаңалығы Елдос Сметов. Париж 2024 жазғы Олимпиада ойындарында дзюдодан Сметов алтынды қанжығаға салды. Халық боп тойладық. Бұдан бөлек Париж 2024 18-ші жазғы Паралимпиада ойындарына Жамбыл облысы 4 лицензия алып, Жұмағали Нұрдәулет пара жүзуден күміс медальға ие болды. Жалпы облыс спортшылары жыл басынан бері түрлі республикалық және халықаралық ресми жарыстарда 1635 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 572-сі алтын, 521-і күміс, 542-сі қола. Ауылята жері кез келген саланың шынын бағындырған тарихи өлке болып табылатыны өздеріңізге белгілі. Қымбатты спорт сүйер жалпы өтіп бара жатқан жыл жамбылдық спортшылар үшін жарқын сәттермен есте қалады. Табысты жыл болды деп есептеймін. Олай айтуымыздың себебі республикалық және халықаралық спорттық ойындарда облысымыздың спортсмендері 1800-ге жуық медальға ие болды. Біздің өңір қашанда мәдениет ошағы болғаны белгілі. Бұл салада да еске алар жетістіктер көп. Айта кетерлігі аймақтың 85 жылдығын кең көлемде атап өттік. Одан бөлек, мәдениет саласында 16 нысанның құрылысы жоспарланған. 5 мәдениет нысаны бір мұражай пайдалануға беріліпті. Бұдан бөлек 17 мәдени нысан жөндеуден өткен. Әдебиет пен өнерді қолдау және таланттарды анықтау мақсатында Асқақ рухты Әулиеата республикалық әдеби конкурс өтті. Ал келер жылды кітап оқу жылы деп жариялау жоспарда. Тараз кітап оқитын қала, Тараз город чтения книг жобасы бастау алмақ. Биылғы жылдың азды-кем шолуы осы. Енді келер жылы ауқымдырақ жұмыстар атқарылады деген сенімдеміз. Айтпақшы, келесі жылы Тараз қаласы бүкіл Еуразия өңірінің, ТМД елдерінің қолөнершілері мен аграрийлерінің қатысуымен достастық жәрмеңкесі мемлекет аралық іс-шара өткізуге қонақтарды қабылдайды. Келер жылдың басты оқиғасы осы болмақ. Тіпті президент Тоқаев өзі қатысатын көрінеді. Осымен болдық, аман, сау болыңыздар.